Шырғалаң 10 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Егер жасамаймын десең, мен саған ары қарай көмектесе алмаймын деді. Бір күнге 50.000 дегенге сөзіне қызыққанмен, күніне осынша ақша тауып, 2 ай ғана жасасам бола ма дедім. Иә, әрине, қалаған кезіңде кетесің, деді. Ішімнен ойладым, мені енді кім тұрмысқа алар дерсің? Балалық шағымның түрі анау. Тұрмысқа шығып, қарқ қылғаным шамалы. Босқа сенделмей, хотя бы жағдайымды жасап, кредит төлеп алайын дедім. Ең бірінші түн мені клиент таңдамады. Киімдерім жабық әрі шет жақта бар жоғым білінбеді. Басқа қыздар болса, клиентке жақсы көріну үшін барын салып жатты. Азанда әр қыз сытырлатып кассадан өз үлестерін санап алды. Қалайда осылар сияқты үйреніп алуым керек деп Аидадан маған жан-жақты үйретуін сұрадым. Ол мені салонға апарып, шашымды қидыртып боятты. Одан кейін тырнақ, кірпік жасаттық. Осы өмірім ұнағандай болды. Өзімді байдың қызы секілді сезініп, бойымды тіктей түстім. Аяғыма өкшелі биік туфли, үстіме қысқа қара көйлек алдық. Осылайша кешке жарқырап, қыздардың қатарында тұрдым. Қыздардың бір-екеуі мені ұнатпағаны көрініп тұр. Сол түні мені 6 клиент таңдады. Таңғы сағат 8:00-ге дейін жұмыс жасадым. Ақша үшін барымды салып, ұнатпасам да ұнатқан түр жасап, яғни бұл жұмыс боди массаж деп аталады. Әр клиенттің үстінде отырып, Расулдың менен көңілі қалып, маған жиіркенішті қарағаны көз алдыма келе берді. Таңертең өзімді лас, ең соңғы адам сияқты сезінетінмін. Алған ақшам маған еш қуаныш, бақыт әкелмеді. Аида өздері отыратын кафеге алып келді. Мен Аидаға 2 ай емес, одан да ерте кететінімді айттым. Ол жұбатып, бірінші алғашында сондай болатынын, кейін үйреніп кететінімді айтты. Солай кешкісін тағы жалғаса берді. Үлкен ағайлардың денемді ұстап, сипағаны сондай жиіркенішті еді.